Жел генераторының көбіне басқару жүйесі мен бағдар қажет. Олар күрделі, сондықтан оларға үздіксіз бақылау керек. Константин Ивановтың желдік қондырғы генераторының өздігінен реттелу жетегі өзіне ұқсас құрылғылардан 10 есе арзан. Ал жұмыс барысындағы қателіктер 1%, бәсекелестерде ол 10. Бұл оның істен шығуы мүмкін еместігінің дәлелі. Жел энергетикасының басты міндеті электр қуатының тұрақты параметрлерін қамтамасыз ету. Бұл проблема бейімделгіш тісті вариатор көмегімен шешіледі. Басқару жүйесі қолданылмайды. Мұның баламасы әлемде жоқ. Оны қолдану аумағы өте кең. Энергетикадан басқа автомобиль құрастырудан бастап робот техникасына дейін. Желдік қондырғының өздігінен реттелу жетегі маңызды функция атқарады. Жел әртүрлі жылдамдықта соғады. Ал жетек параметрге қарамастан тұрақты тоқ жиілігін өндіріп тұрады. Сондай-ақ ол жылжымалы элементтерді бұзылудан сақтайды. Тісті беріліс жүйесі бейімделгіш. Егер жел күші өзгерсе, біліктің айналу жылдамдығы бір қалыпта қала береді. Бұл параметр қосымша қозғалтқыштың көмегімен реттеледі. Жел күшінің өзгеруіне жетек лезде назар аударады. Мұндайда басқару жүйесі қажет емес, тек жұмыстың апатсыздығы қамтамасыз етіледі. Ауа лебінің өзгеруіне байланысты жел генераторлардың жеке бір топтарының жұмыс барысындағы келіспеушілігі өрт қаупіне әкеп соқтыруы мүмкін. Ал Ивановтың өздігінен реттелу жетегі мұндай жағдайларды тудырмайды. Тісті вариатор таңдамасы көліктердің автоматты беріліс қорабында және бұрғылау қондырғылардың жетегінде іске асуы мүмкін. Және де әртүрлі өнеркәсіп саласындағы көптеген жабдықтарда іске қосыла алады.